Әлемде мемлекет болу үшін не қажет? Тәуелсіздік, шекара, үкімет, заң. Ал халық ше? Ал егер сізде мемлекет бар, бірақ ешкім тұрмайды десе, сенер ме едіңіз? Бұл видеода біз шынайы өмірде мемлекет ретінде мойындалған, бірақ тұрғындары жоқ таңғаларлық елдерге тоқталамыз. Франция мен Италия арасындағы буфет аймағы. Франция мен Италия арасында орналасқан ерекше жер буфет деп аталады. Бұл аймақ екі елдің арасындағы даулы болған, кейін бірлесіп басқаруға келіскен. Бірақ бұл елде ешкім тұрақты тұрмайды. Тіпті көшеде үй де жоқ. Қазіргі таңда бұл аумақта тек шекара қызметі мен табиғатты қорғау инспекторлары ғана уақытша келеді. Бұл аймақ мемлекеттер арасындағы бейтарап аумақ деп танылған. Антарктида мемлекет емес, бірақ кейбір елдер өз аумағын жариялаған. 7 мемлекет Австралия, Чили, Аргентина тағы да басқа жеке-жеке иелік ететінін мәлімдеген. Бірақ халықаралық келісім бойынша бұл аумақ ешкімге тиесілі емес. Тек зерттеушілер мен әскери база қызметкерлері уақытша келеді. Тұрақты тұрғын мүлде жоқ. Бұл адам баласы мекендемейтін жер бетіндегі жалғыз құрлық. Египет пен Судан арасындағы Бир тауы. Бұл аумақ екі елдің арасында ешкім иеленбейтін жер. Египетте Суданда бұл аймақты мойындамайды. Өйткені оны алса, бір басқа аумақтан айырылып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жер заңды түрде ешкімге тиесілі емес. Бұл жерге ешбір үкімет жұмыс істемейді, ал халық мүлде жоқ. Кезінде адамдар бұл жерді ел етем деп көрген, бірақ Біріккен Ұлттар ұйымы мойындамаған. Питкерн аймағы бұрын бар еді, енді жоқ. Бұл Тынық мұхитындағы Ұлыбританияға қарасты аумақ. Бұрын 50-60 адам тұратын, бірақ соңғы 10-15 жылда тұрғындар жаппай көшіп кетті. 2024 жылғы дерек бойынша ресми түрде тіркелген тұрғын жоқ, бірақ ол әлі мемлекет деңгейінде есептеледі. Бұл халқы жойылғанымен ресми тіркеуде қалған ерекше ел. Бұл ел туралы толығырақ біздің бұрынғы видеомыздан біле аласыз. Сиалент князьдығы Ұлыбритания жағалауындағы әскери платформа. 1967 жылы бір отбасы бұл менің елім деп жариялаған. Сиалент деп аталып кеткен. Өз туы, әнұраны, төлқұжаты бар. Бірақ тұрақты тұрғыны жоқ. Адамдар тек анда-санда барады. Бұл халықаралық деңгейде мойындалмаған ел, бірақ қызықты мемлекет. Мемлекет болу үшін тек жер мен үкімет қана емес, халық та маңызды. Бұл видеодағы аумақтар бір кездері ел болған, не заңды түрде бар, бірақ бос жатыр. Бүгінде бұл аумақтар тарихшылар, геосаятшылар мен саяхатшылардың назарында. Болашақта бұл аймақтар халыққа қайта орала ма, жоқ па, уақыт көрсетеді.